Нәбидолла Құдайбергенұлының өлеңі «Анаға сәлем». Өткен күнді өткерейін елеспен, еске алумен сағыну тең емес пе? Сараптайын сабылысқан сан ойды, санамдағы салып көріп кеңеске. Алтын қолдың тасып аққан суының, кеше ғана таңдап ішкен тұнығын, міне бүгін жетегімен арманның, туған жерден алыста жүр бұлығым. Міне бүгін жетегімен арманның, анасынан алыста жүр бұлығы. Алыс жүрсең әрнені еске аласың, жүрегіңе сан өкініш саласың, талай рет қатты тіл қатып, кешір мені ренжіттім анашым. Иә, солай ренжіткен күнім көп, бірақ маған ашуым бар зілің жоқ. Сәл ренжіп сабаңызға түскен соң, аялайсың, айналайын күнім деп. Ауылымнан аттанатын кезімде, бөлендім ау бөлекше бір сезімге. Қайда жүрсең аман бол деп тыл қаттың, жас моншағын төгіп тұрып көзіңнен. Алыс жүрген адамдарға қиыны, телефоннан тыңдау екен бір үнін. Трубкадан естіліп тұр анамның әрең шыққан дауысының дірілі. Сезіп тұрмын тағы төкті көз жасын, сағынумен сарғаюмен бұлылын. Жоқ анашым, жылай көрме өтінем, сен жыласаң мен де өмірден өкінем. Жыламаймын демеп бедің кедерде, сүйіп тұрып қар ұлыңның бетінен. Ұрпақтардың сан көтеріп әлегін, қиындыққа төзе білген жан едің. Жылай көрме анашым, қабыл алсаң қар ұлыңның сәлемін.